Сәлем достар, құрметті ата-аналар, құрметті балалар. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күн қалай тойлану керек? Біз балалармен сұхбаттасып көрейік. Осы жөнінде Балатайым бағдарламасы Шу аудандық мәдениет үйінің форматында қабыл алыңыздар. Балалар! Бүгін 1 маусым қандай күн? Балаларды қорғау күні. Қызың бар ма? Қызым. Бар ма? Қай класста? Қай класста? Мен классымда. Сен классыңда ма? Енді қашан үйленейін деп отырсыңдар? Өскенде. Ал, Уалихан, уақытта күшті сұхбат бергеніңе рахмет. Саған бағдарламаның атынан, осы мәдениет үйінің атынан тамаша сыйлығымызды қабыл ал. Мерекең құтты болсын, аға. Рахмет, кеп тұр. Шаршап кеттің бе үйден? Мамалардың түрін көріп уже шаршап кеттің бе? Мереке құтты болсын, достар. Жанел, әдемі осы бүгінгі сұхбатқа көп рахмет. Бүгінгі мерекеге орай мәдениет үйіміздің атынан, осы Балатайым бағдарламасының атынан саған тамаша сыйлығымызды қабыл ал. Көп рахмет, е? Біткені дұрыс. Біткені дұрыс, е? Неге? Өйткені бәріміз аман болуымыз керек. Бәріміз аман, өте дұрыс айтады. Біткені дұрыс, өйткені бәріміз аман болуымыз керек, аға. Мама мен папа бөлек сыйлық болсын. Яғни бөлек сыйлық беру керек балаларға, аға. Сен үйде андай ішімдік ішесің ба? Ішімдік ішем. Қанша жастан бастап сен бөлек тұрасың? Өзің ойың? Өзім 60 жастан бастап. 60 жастан бастап бөлек тұрасың, е? 60 жасқа дейін мама папамен тұрасың, е? Альнұрна, бүгінгі бағдарламаға келіп, сұхбат бергеніңе көп рахмет. Осы саған біздің бағдарламамыздың атынан, осы мәдениет үйінің атынан тамаша сыйлығымызды қабыл ал. Мереке құтты болсын. Рахмет. Сенің басында 2 кредит бар дейді, орасы ба? Иә. Құрметті балалар, мерекелерің құтты болсын. Абай Құнанбаев тобы. Қай өлеңін білесің? Мен әкеме арнаған өлең. Айта. Менің әкем аман болсын, бізге коронавирус жұқпасын. Ең бастысы біз аман болайық. Біздің еліміз тыныш болсын. Сондықтан да біз аман болайық. Біздің еліміз бәріне коронавирус жұқпасын. Рахмет, аға. Абай жазды ғой. Мұхағай Мақатаев, сен бақыттысың жыламағым, жай түсіп жатқанда да қыламадым. Тәнімнен мен едім ғой жылағаным, сондықтан да жыламағым. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таушы бөжіжіңмен сасылмағым, байығы берекемді қасырмағым. Мен сенің қанықпын ғой көз жасынан. Өзің кеп тұт басып түз басыма, 2 жасын саған бірін арнап, шешедіп жаздым ылғи сөз басына. Тәнім кесек үшін есімімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың тебе, Құпатаудан еген бесігімді. Ал, Дәрия, бүгінгі студияма келіп, өз уақытың тауып, сұхбат бергеніңе көп рахмет. Осы біздің атымыздан, мәдениет үйінің атынан, және де Балатайым бағдарламасының атынан саған мерекеңмен шын жүректен құттықтаймын, е? Аха. Қайда кеттің? Аха. Пока.